Мирас 22 жаста, анасын қуантып сыйлық алуға ақша таппайды. Достары онлайн казино жайлы айтып, тез ақша табу жолы деп кеңес береді. 5000 теңге салып, күтпеген жерден 30 000 теңге ұтып алады. Қуанышы қойнына сыймай, бұл оңай ақша табудың жол екеніне сене бастайды. Күн сайын ойнау әдетке айналып, жұмысында барлық ойы жаңа казино тауып, бонустардан ақша тігумен болады. Жеңген ақшасын онлайн казино мен қарыздарын жабуға жұмсайды. Түнімен ұйқысыз, уайымда өткізген оның хәлін анасы байқап, шешім жолдарын іздей бастайды. Бармаған мекені мен емшісі қалмай, ата-анасын күйзеліске ұшыратады. Қанша уақыт өтсе де, Мирас әлі де толық зиянды әдеттен арылмады. Ол әлі күресуде. Оның өзі секілді жастарға айтары, әуесқой ойындардың салдарымен күреспес үшін ешқашан бастамаңыздар.